Бүгін мен синус мәселелері туралы күнделікті өмірде олармен қалай күресуге болатыны жайлы сөйлесемін. Синус мәселелерінің көпшілігі аллергиядан туындайды. Кейінірек бұл инфекциялық себептерге айналады. Бұл созылмалы синуситке келеді. Науқаста мұрынның бітелуі, тұрақты мұрыннан ағу және бас ауруы сияқты мәселелер туғызады. Бұл үшін алдымен медициналық емдеу арқылы медициналық басқаруды қолдана аламыз. Егер басылмаса, алдымен біз емдейміз. Алдымен параназальды синустардың сканерлеуі сияқты зерттеу жүргізіңіз. Осы параназальды синустардың нәтижелеріне сәйкес эндоскопиялық синус хирургиясын жасай аламыз. Қарапайым созылмалы синусит науқасы үшін біз күндізгі күтім науқасында эндоскопиялық синус хирургиясын жасай аламыз. Біз қабылдап, сол күні операцияны жасай аламыз. Әдетте біз кешке де шығара аламыз.